Кеш жарық баршаңызға. Міне мен осы ортаға келгеніме аз ғана уақыт болса да, мынау менің білімім мен әлеуметтік желідегі тәжірибемді ескере отырып, жаңағы маған сеніп, осы Zoom өткізуді тапсырып отырған тәлімгерлерге, Ерлан аға, міне Талғатқа көп рахмет. Енді бар біліміммен осы командадағы, осы бизнестегі барлығымыз бір кемедегі адамдармыз ғой. Сондықтан да осы бар білген біліміммен, жаңағы тәжірибеммен өздеріңізбен бөліспекшімін. Одан кейін екіншіден, мен мынау жаңағы көпшіліктің алдында сөйлеуді, көпшіліктің алдына шығуды өзіме жаңағы тәжірибе ретінде, өзіме де бір плюсы болсын деп, тәжірибе ретінде осылай зумдарға шығып жүрмін. Енді бұйыртса, міне бүгіннен бастап, міне Zoom жүргізуді Ерлан аға барлығын көрсетіп отыр ғой. Соны ақырындап жаңағыдай көш жүре түзеледі дегенде үйреніп аламын деп сенемін. Енді бүгінгі тақырыбымыз, біз алдыңғы жолы Zoom'да жаңағы YouTube әлеуметтік желісінде өзіміздің жеке каналымызды қалай басынан бастап жүргіземіз, иә? Сол жайлы өткен болатынбыз. Мен енді YouTube'ға қайта айналып келмей-ақ қояйын, иә? Сіздердің де уақыттарыңызды алмайын, өзімнің де уақытымды алмайын деген сияқты. Оның записін Ерлан ағаның YouTube каналынан қарап алсаңыздар болады. Енді мен бүгін мынау сол YouTube секілді үлкен әлеуметтік желінің біреуі, мынау Facebook пен Instagram желісімен сіздерді кішкене жақынырақ таныстырмақшымын. Біз қазіргі таңда тек қана TikTok'та активно жаңағыдай продвижение жасап жатырмыз, иә? Бірақ TikTok'тың соңғы кездері, міне өткенде де Гүлнара Кенжеболатовна көрсетіп жатыр. Прям жаңағы видеоларды салдырмай, продукциямен түскен видеоларымыздың барлығын лақтырып жібере береді деп, иә. Сондықтан да неге бізге мынау барлық әлеуметтік желіні қолданбасқа, YouTube'тан бастап, Facebook, Instagram'ды барлығын жүргізетін болсақ, мынау біздің бизнесіміз былай кеңейе береді. Сондықтан да мынау Facebook'ты қолданбайтын адамдар болып жатса, осы Facebook әлеуметтік желісін жаңағы Play Market'тен жүктеп алып, сөйтіп сол жерден аккаунт ашып, Facebook'ты де жүргізіңіздер. Негізі мынау әр әлеуметтік желінің өзінің ерекшелігі болады, өзінің бір минустары, өзінің бір плюстары болады. Міне соның барлығын біліп алсаңыздар, сіздерге соның барлығын жүргізіп отыру оңай әрі жеңіл болады. Телефонымды зарядкамен қойып қойып едім, құлап қалған емес. Оңай әрі жеңіл болады, иә. Facebook әлеуметтік желісі негізі бұл американдық Мета деген компаниянікі 2004 жылы ашылған. Мұны Марк Цукерберг деген жігіт 2004 жылы, иә, Гарвард колледжінің жаңағы студенті қасындағы 2 досымен ашқан болатын. Содан кейін бұл әлеуметтік желі өте үлкен, кең ауқымда жұмыс жасап кетті. 2021-ден бері Instagram'да, мынау WhatsApp'та барлығы осы бір ғана ұйымға қарайды. Facebook'тың мынандай бір айырмашылықтары бар Instagram'нан. Сіздер мынау Facebook'та жаңағы подписчиктер өздері келіп сізге тіркеле бермейді, жеке парақшаңызға. Олар сізге запрос жібереді, достыққа запрос жібереді. Сіз өзіңіз шешесіз, ол адамды қабылдайсыз ба, қабылдамайсыз ба, өзіңіз шешесіз, сосын жаңа достықты, олар жіберген өтінішті қабылдасаңыз да, қабылдамасаңыз да болады. Одан кейін Facebook'тың бір мынандай минусы бар. Ол сіздің парақшаңызға 5000-нан артық подписчикті уже кіргізбейді. 5000 ғана ограничение бар подписчикке. Одан кейін мынау эфирға шығу үшін жаңағы YouTube-тағыдай, басқа да әлеуметтік желідегілердей, жаңағы TikTok-тағыдай, мысалға, 1000 подписчиктің керек жоқ. Сізге 100 подписчигіңіз болса болды Facebook'та эфирға шығу үшін. Одан кейін мынау жаңағы аккаунтыңыздың ашылғанына 2 ай уақыт болу керек. Сосын жаңағы профиліңіз толтырасыз, аккаунт ашқаннан кейін. Алдында да айттым, сіз қандай әлеуметтік желіні жүргізесіз, қандай әлеуметтік желіде парақшаңыз бар, сол жерде сіздің міндетті түрде суретіңіз болу керек, өзіңіздің аты жөніңіз болу керек, қызметіңіз, немен айналысасыз. Міне соның барлығын жақсылап толтырып қоясыздар. Болмаса жаңағы адамдардың көңіліне ол сенімділік ұялатпайды. Сіздің профиліңізге кіріп қараған кезде барлығы әдемі солай тұратын болса, ол уже сізге сене бастайды. Содан кейін жаңағыдай актуальный қоюға болады, Facebook'та да сторис салуға болады, фото, видео салуға болады. Енді Facebook'тың бір ерекшелігі, мұнда символға ограничение жоқ. Сіз ұзыннан ұзақ текст, публикация жаза бересіз. Сосын Facebook-тың аудиториясы бұл жерде өте анандай білімді адамдар отырады. Өте жаңағыдай
шығармашылыққа жақын, мықты бизнесмендер отырады, серьезный адамдар отырады аудиториясы Фейсбуктың. Сондықтан да жаңағы салған публикацияларыңызда, видеоларыңызда жаңағыдай мазмұны, мәні бар, сапалы болу керек. Сосын жаңағы Фейсбукта көпшілігіңіз ойлайтын шығарсыздар, бизнесті жүргізе алмаймыз деп. Ол жерде қарамайды деген сияқты, иә. Фейсбуктың бір фишкасы бар. Ол қандай фишка? Қазір мен сіздерге айтам. Мына жерде мен сіздерге қазір көрсетейін. Так, жаңағы нені қосайын? Фейсбукта сіздер өздеріңіздің парақшаларыңыздан бөлек, осындай топ ашып алсаңыздар болады. Бұл жерде ограничение жоқ подписчикқа. 2000-нан аса да жаңағы адамдарды қабылдай бересіздер. Мысалға, мынау әйел құпиясы деген менің осыдан біраз жыл бұрын ашқан тобым болатын. Бұл топ жайлы мен ұмытып та кеткен екенмін. Сосын кейін маған бір жігіт шығып, осы тобыңызды сатасыз ба, 80 мыңдай подписчигіңіз бар екен ғой деген кезде ғана есіме түсті. Сөйтіп ашып қарасам, ол кезде бір 70 мыңдай болған, қазір енді бір 80 мыңдай подписчик жиналып қалыпты. Енді қарап отырып, осы топты неге мен жаңағыдай клеточный питание деп атын өзгертіп, осы жерге неге жаңағы элев туралы, басқа да өнімдер туралы ақпарат салмасқа деп жаңағыдай осыны өзгерткелі отырмын. Сіздер де міне тура осындай топ ашып алатын болсаңыздар, осындай топқа денсаулық әлемі, болмаса жасушаның қорегі, болмаса элев 8, биепик деп ат қойып, ақырындап осылай подписчиктер жинап, міне мына топты барлығыңыз жаңағыдай командаңызбен қолдансаңыздар болады. Мұндай топтар Фейсбукта өте көп. Сондықтан да сіздер мынау жаңағы сіздер жаңағы менің парақшамда подписчик аз ғой, мен бұл жерде продвигация ете алмай қаламын ғой деп ойламаңыздар. Осындай міне топтарды ашып алып, сосын жаңағы бүткіл нәтижелер бар, отзывтар бар, өзіңіздің оқиғаңыз бар, әрқайсымыз осы жерге бір әйтеуір бір себеппен келдік, денсаулықпен келдік, табысқа келдік. Міне соны осындай топтарға бөлісіп жіберсеңіздер болады. Кез келген адамның нәтижесін, міне онкологиямен ауырып жатқан қаншама адамдар бар, табысқа келген, кредиттарын жауып жатқан адамдар бар. Міне осындай көп 200 мың подписчигі бар, 70 мың, 80 мың подписчигі бар топтарға бөлісіп жіберсеңіздер, соның ішінен әйтеуір сіздің бір диагнозыңыз, тура сіздікіндей диагнозы бар, әйтпесе тура сіздікіндей қарызы бар, болмаса сондай ауырып жүрген адамдар көреді да, сөйтеді, жаңа сіздің видеоңызға, публикацияңызға келеді. Сол видео публикацияңыздың астына міндетті түрде өзіңіздің WhatsApp номеріңізді жазып қойыңыз. Сосын Фейсбукта өте жақсы бөліседі. Мысалы, сіздің жаңа бір видеоңыз ұнады ма? Мысалға, Құралай Омарованың анау жаңағы ауруханада түскен бір видеосы бар, онкология не приговор деген, элев 8-ді ұстап тұрған. Міне сол Құралай Омарованың сондай бір видеосын Фейсбукқа салып, міне осындай топтарға бөлісіп жіберетін болсаңыздар, жаңағы WhatsApp номерларыңызды қойып, жаңағы Тимур Ишпановтың жаңа басында опухоль болған, сол кісінің де мысалға видеосын осындай топтарға жаңағыдай бөлісіп жіберетін болсаңыз, өзіңіздің WhatsApp номеріңізді қойып, сізге Фейсбуктан да көп адам келеді. Сондықтан да мынау Фейсбук әлеуметтік желісіндегі парақшаларыңызды әрі қарай жүргізсеңіздер болады. Мысалы, өткен жолда айттым мен, бір видеоны сіздер өздеріңіз бір видео түсіріп, барлық әлеуметтік желіге салсаңыздар болады. Фейсбукқа да, Инстаграмға да, Ютубқа да, ТикТокқа да. Күнде видео түсіріп, энергияңызды кетіріп жүрмейсіз. Болмаса жаңағыдай жақсы бір отзывты, дауысы жақсы шықсын. Сосын кейбір кісілер нетіп жазып тастайды. Қызылмен, көкпен, әртүрлі қылып, ондай видеолар өтпейді. Көбінесе ондай видеолар өтпейді, рекқа шықпайды ондай видеолар. Сондықтан да видеоны жасаған кезде бір қалыпты, бір тегіс, бір әдемі сондай шрифтпен жасауға тырысыңыздар. Міне Фейсбукта мынау тез көтерілуге мүмкіндік. Көпшілігіміз менсінемейміз, бірақ мен өзім сол Фейсбуктан бір жылдың ішінде өте жақсы көтерілгем. Жаңағыдай 5 мың подписчигім келді, жаңағыдай 70 мың подписчик жинадым, екінші топқа. Одан кейін тез о жерде жаңағыдай танымал болып, тез атағыңыз шығуға мүмкіндік бар. Сол себепті де мынау элевті сол Фейсбукта жаңағыдай продвигать ететін болсаңыздар, біздің элевті уже көп адам білетін болады. И сізге де көп адам келетін болады. Міне осындай өз парақшаңызды жүргізіңіз, одан кейін жаңағы топ ашыңыз, одан кейін Фейсбукта тағы да бір бизнес страница ашуға болады. Бірақ бизнес страницаны көбінесе мынау таргетологтар пайдаланады.
Не үшін? Өйткені сол страница арқылы мынау біз Фейсбукта көреміз ғой рекламаларды. Соның барлығын сол Фейсбуктың бизнес страницасы арқылы таргет жібереді. Инстаграмға, Фейсбукқа, міне басқа да әлеуметтік желілерге. Сондықтан да Фейсбуктарыңыз жоқ болса, сол Play Market'тен скачать етіп, соны міндетті түрде жаңағыдай жүргізіңіздер. Сосын жаңағы топта, мысалға, топта да эфирға шығуға болады. Фейсбукта өзіңіздің жеке парақшаңыздан да эфирға шығуға болады. Тек қана TikTokта ғана емес, Фейсбукта да эфирға шықсаңыздар болады. Екі телефоныңыз болатын болса, екеуін қойып қойыңыз. Мен мысалға қызымның телефонын жаныма қойып қоям, мына телефонымды қойып қоям да, сонымен мына телефонымнан мен TikTokқа шығам, екінші телефонымнан жаңағыдай Инстаграмға, Ютубқа, болмаса Фейсбукқа шығып отырам. Сонда сіз уақытыңызды да үнемдейсіз, энергияңызды да үнемдейсіз. Ал енді Фейсбук туралы сіздерге кішкене түсінікті болды деп ойлаймын, сондықтан да мынау Фейсбукты менсінбей жүрген Фейсбуктарыңызды жіберіңіздер. Өтейді, Инстаграмды мысалға көпшілігіміз білеміз. Инстаграмда бұрындары біз не салатын едік, тек қана суретімізді, тойға барған, жаңағы класстастарымызбен қыдырған сондайды салатынбыз. Мынау карантин кезінде, ковид болған кезде адамдардың көпшілігі онлайн саудаға өтті, онлайн кәсіпке өтті. Міне сол кезде әлеуметтік желі деген қарқынды дами бастады. Әрбір кәсіп иесі, врач болсын, мұғалім болсын, жаңағы блогер болсын, стоматолог болсын, шаштараз болсын, барлығы осы Инстаграмнан парақшасын ашып жүргізе бастады. Сол жерден қызметін ұсынды, курстарын ұсынды, сол жерден товарларын ұсынды, міне сөйтіп жақсы көтеріліп кетті. Енді бізде осы Инстаграмды жаңағы жай видео қарап, әшейін бүйтіп отыратын желі емес, өзіміздің осы бепекте жаңағы өзіміздің кәсібімізді әрі қарай продвигать етуге пайдалануымыз керек. Енді Инстаграмда мынау подписчик жинау үшін қандай құралдарды қолданамыз? Инстаграмда подписчик жинау өте оңай. Мысалға сіздерге бір қиын сияқты көрінетін шығар. Жақсы бір сапалы жаңағыдай рилс түсіретін болсаңыз, жаңағы тек қана видео сала бермеңіздер. Соның қорегі, сосын біреулердің отзывын, тек қана соны ғана сала бермеңіздер, өздеріңіздің де өмірлеріңізді көрсетіңіздер, өздеріңіздің де түрлеріңізді көрсетіңіздер. Одан кейін әдемі сурет қойып публикация жазыңыздар. Енді Фейсбук пен Инстаграмның публикация жазатын жеріндегі айырмашылығы, мысалға Фейсбукта сіздер ұзыннан ұзақ текст жаза бересіздер. Ол жерде ограничение жоқ. Сол үшін Фейсбуктың аудиториясы оқырман қауым, олар оқығанды жақсы көреді, көбірек. Ал Инстаграмда ограничение бар. Символға ограничение, ол жерде қысқа ғана жаңағыдай фотоның, видеоның астына текст жаза аламыз. Осындай екеуінің айырмашылығы бар. Сол секілді міне Инстаграмға да міне сурет қойып арасында тек қана видеолар сала бермей, соның астына мысалға Елев жайлы кішкене арат беріп кетсеңіздер болады. Елев деген не ол, не үшін ішеді оны, бұл қандай ауруларға дауа деген сияқты міне қысқа соны жазып, ақырында өздеріңіздің мынау WhatsAppқа сілтемелеріңізді қойып қойсаңыздар болады. Фейсбук пен Инстаграмда TikTok сияқты емес. Мысалға TikTokқа WhatsAppыңды жазба, Каспи номеріңді қойма деп сөйтіп бізді нете береді ғой, жаңағыдай қойып қойған болсаң, жаңағыдай өшіріп тастайды неңнің барлығын. Қазір TikTok сондай болып кетті ғой, бұрындары енді кішкене жазуға болатын еді. Ал Инстаграм мен Фейсбукта ондай жоқ, Ютубта да ондай жоқ. Даже YouTube видеоның алдына өздеріңіздің WhatsApp номерлеріңізді жазып қойсаңыздар болады. Міне осы үш әлеуметтік желі, YouTube, Facebook, Instagram сізге ешқандай жаңағыдай өзіңнің контактілеріңді жазба деп айтпайды. Сондықтан да Инстаграмға да міне сөйтіп өздеріңіздің жаңағы контактілеріңізді жазып қоясыздар. Сосын Инстаграмда интересный деген бөлім бар. Өткенде мен Ғалия Серғазинаның коллаген туралы айтқан бір видеосын сол интересный қалдым. Жаңағы видеоңыз, постыңыз, публикацияңызды көп адамдар қарайтын болса, Инстаграм өз сіздің жаңағы салған материалыңызды продвигать етеді. Сөйтеді да интересныйға шығарады. Маған мысалға көп подписчик экологичный таза жолмен ешқандай гифқа қатыспай, ешқандай подписчиктар сатып алмай, міне сол интересныйдан келген. Сол интересныйға шығатын болса, сізге жаңағыдай көп подписчиктар келеді. Қарайды олар кіріп сіздің парақшаңызда.
бұл кісі кім екен, мынандай өнімі бар ма екен, бұл тағы да неге көмектеседі екен деген сияқты жаңағы бір ғана видеоңыздан, бір ғана постыңыздан сіздің жаңағы парақшаңызға подписчиктер келе бастайды. Не үшін біз барлық әлеуметтік желіде подписчик көп болса жақсы көреміз? Не үшін керек жалпы подписчик бізге? Өйткені подписчик сіздің потенциальный клиентіңіз. Ертең күн мүмкін ол сізден өнім алады, мүмкін ол сіздің астыңыздан келіп тіркеледі. Бізге сол үшін подписчиктер керек. Сондықтан да мынау Инстаграмда тұрақты түрде бір күні видео, аптасына хотя бы 2 рет, аптасына 1 рет видео, сосын аптасына 1 рет жаңағыдай публикация салып отырыңыздар. Сосын сол публикация мен видеоны өзіңіздің сторисіңізде бөлісіп қойсаңыз болады. Бүгінгі публикация мынау осындай жайлы. Сосын бүгінгі видео мынау осындай жайлы деп, міне сөйтіп жаңағыдай өзімізге подписчик жинаймыз. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Жаңағыдай тұрақты түрде сондай видео мен пост салып отырсаңыздар болды. Сосын Инстаграмда подписчикке ешқандай ограничение жоқ. Жаңағы Facebook секілді, сосын жаңағы бұл жерде де сіздер жаңағы профильдарыңызды дұрыстап толтырып қоюларыңыз керек, суреттеріңізді дұрыстап қоюларыңыз керек. Одан кейін Инстаграмның жаңағы сілтеме қоятын жері бар. Сол жерге 5 сілтемеге дейін қойсаңыздар болады. Сол профильда. Мен оны қазір көрсетейін десем, мына жерге бір үлкен болып шығып кетеді екен. Сондықтан да қазір стористі көрсетейін, пока оны көрсетпей қойын. Профильға кірсеңіздер, редактировать деген жер бар, сосын ссылки деген жер бар. Міне соны басып көрсеңіздер, 5 ссылкаға дейін қоюға болады. Неге мысалға блогерлар, саудамен айналысатын адамдар, YouTube'тан да канал ашады, TikTok'тан да канал ашады, Instagram'нан да ашып қойып сөйтіп, жаңа бір видеоларын барлық әлеуметтік желіге салып отырады. Неге олай етеді? Өйткені олар бір-біріне жаңағыдай подписчик ауыстырады. TikTok'қа салама айтады, Instagram парақшама өтіңіздер дейді. YouTube каналыма өтіңіздер дейді. YouTube'қа салады ма, TikTok'қа өтіңіздер, жаңағыдай Instagram'ға өтіңіздер деп, сөйтіп подписчик жинап алады өздеріне, Көбінесе YouTube'қа жинайды. Неге? Өйткені өткен жолда айтқан болатынмын, бізде бірден бір ақша төлейтін әлеуметтік желі ол YouTube. Просмотр үшін ақша төлейді YouTube. Сіздер мына YouTube'тан видео қарап отырған кезде реклама шығады алдарыңыздан. Соның мына шетінен пропустить деген батырма шығады. Біз сол пропуститті басамыз да видеоны ары қарай көре береміз. Міне сол пропуститті қанша адам басады, соған орай YouTube просмотрды санайды да, сосын айына жаңағы сіздің каналыңызда $100 асқан кезде сізге уже карточкаңызға лақтырып жібереді. Сондықтан да көпшілігі мынау TikTok'ты YouTube-қа подписчик жинау үшін пайдаланады. Сосын TikTok арқылы біз Instagram'ға да өте жақсы подписчик жинай аламыз. Сосын TikTok пен Instagram'ның айырмашылығы, видео салған кезде TikTok'та кез келген қарапайым видеоңыз өте береді. Кез келген. Үйдегі футболкамен жүрсеңіз де, жаңағыдай көшеде әшейін жүрсеңіз де, тек видеоңыздың жаңағыдай мәні мағынасы болса болды. TikTok оны продвигать ете береді. Рекқа шығарады. Рек дегеніміз не? Рек дегеніміз рекомендационная жаңағы не лента. Вот соған шығара береді. Ал Instagram'да ондай жоқ. Instagram әдемілікті жақсы көреді. Instagram сапалы видеоны жақсы көреді, сапалы фотоны жақсы көреді. Неге мынау жаңағы Қытаймен сауда жасайтын мынау бизнесмендер, курс сататын эксперттер, не үшін олар әдемі фотосессия жасап, сөйтіп жатады? Олар осы Instagram парақшаларын жаңағыдай әдемі етіп жүргізу үшін, көбірек клиент шақыру үшін ерінбей жалықпай соның барлығын жасайды. Сондықтан да ондай мүмкіндіктеріңіз болмаса да, жаңағы видеоларыңызды сапалы түсіріп, кішкене петличкамен, болмаса микрофонмен, дауыстарыңыз шығып тұратындай. Бізде мысалға көпшілігіміз жаңағы отзыв айтқан кезде 2 адам отырып аламыз да былай. Мына кісінің жарты беті көрініп отырады, мына кісінің жарты беті көрініп отырады. Сосын ешқандай микрофон жоқ, сөйтіп сөйлеп жатады. Ол мысалға дұрыстап та естілмейді кейде. Сол үшін ондай видеоларды қарамайды адамдар, өтіп кете салады. Сондықтан да жаңағыдай петличкамен хотя бы енді біз осы кәсіпті істеп жатырмыз ғой, табыс тауып жатырмыз, Құдайға шүкір. Сондықтан да бірінші осы мынау жұмыс істейтін құрал жабдығымыздың барлығын дұрыстап алуымыз керек. Соған ақшамызды аямауымыз керек. Міне солай сапалы түрде түсіріңіздер, жаңағы алдында да айтып кеттім, YouTube-тың форматы осындай лента. Телефонды былайынан бүйтіп түсіресіздер, шортсты былай түсіресіздер деп, мынандай қазіргі таңда Instagram'да да осындай форматта жаңағыдай видеолар салып жүр.
Екі адаммен сіздер отзыв айтатын болсаңыздар, осындай форматта қойып қойыңыздар. Сөйтіңіздер де жаңа петличкамен айта беріңіздер. Тек қана жаңағыдай жарты бет болып, содан кейін бетіне неше түрлі шрифттар, жаңа қызыл, жасыл, сары, ондайды Инстаграм қатты продвигать ете бермейді. Инстаграмда визуал деген бар. Кез келген әлеуметтік желіде визуал деген бар. Визуал дегеніміз не? Мен мына жерде қазір сіздерге көрсетейін. Енді мен білмеймін, бұл кімнің кімнің парақшасы екенін, әйтеуір мен жаңа скрин жасап алдым. Кімдікі болса да енді маған ренжімесін. Сіздерге салыстырмалы түрде көрсетейін деп отырған визуалды, иә. Міне мына бір кісінің визуалы, қараңыздар. Мына бір кісінің визуалы, иә. Визуал дегеніміз міне осы тұрған суреттер бір-бірімен үйлесімді болып, бетінде әдемі шрифттар тұру керек. Мысалға, сіз мына кісінің парақшасына кіріп, бірдеңе ұқтыңыз ба, бұл кісі немен айналысады екен? Мына жерде әйтеуір В деген тұр, бепиттің несі тұр, мына жерде ғана. Одан кейін басқасын бәрі адамдар неше түрлі, мына жерде бір отзыв жазулы тұр, майда бір, мына жерде де түсініксіз бірдеңелер тұр, мына жерде Айболат Құспанов әшейін отыр, бетінде не жазуы жоқ, ол кісі не айтайын деп отырғаны туралы. Мысалға, мен мына каналға кіріп қарамас едім. Сол секілді, енді қараңыздар, қазір мен сіздерге жаңағыдай басқа визуалды көрсетем. Міне мына жерде маған ұнаған, тағы да біреудің несін нетіп алып едім, мен жаңа скриндап алып едім. Енді мына жерді қараңыздар, мына жерде міне біркелкі, мына жерде шрифт бар. Әдемі, иә, шрифт. Сосын мына жерде Ғалия Серғазинаның әдемі жерде түскен суреті бар. Міне мына жерде Айболат Құспанов тура бағанағыдай отыр, бірақ не жайлы айтқысы келіп отыр ол? Ол кісі жировой гепатоз туралы айтқысы келіп отыр, мына жерде образование дейді, аминокислот дей ма, дұрыс оқылмай тұр маған. Бірақ міне осындай алдына жазып қойған барлығына. Сердечная боль или неврология деп, міне мына жерде не туралы? Міне Ғалия Серғазинаның мынау коллаген туралы айтқан видеосы интересныйға шығып кетті. Өте жақсы қаралым жинапты. Енді міне осылай интересныйға шығатын болса, сіздерге де өте көп подписчиктер келеді. Міне мына визуал өте әдемі шыққан. Міне Инстаграм парақшаларыңызды жүргізген кезде, міне осығанда визуалға да мән беріңіздер. Жаңағыдай бет неше түрлі шрифттармен жасыл үстігіп жазып тастамаңдар. Онда ана келген кісі сіздің мысалға жаңа интересныйға шыққан бір видео жаңа сіздің парақшаңызды қараған кезде бағанағыда бір-бірімен сапырылысып, түсініксіз, біреудің басы, біреулердің беті сөйтіп тұратын, ол адам әрі қарай қарамайды уже. Бұл жерде де жаңа ютубта айтқандай удержание деген маңызды. Ал жаңағыдай әдемі барлық суреттердің бетінде не айтқысы келіп тұр деген сияқты сондай әдемі шрифттармен біркелкі сөйтіп тұратын болса, ол кісі сіздің сол ғана видеоңызды ғана емес, басқасының барлығын қарап шығады. Сосын Инстаграмның жыл сайын жаңағы несі өзгеріп отырады. Жылда, мысалға, қайбір жылдары классика мода болды. Адамдардың барлығы әдемі киініп, сөйтіп түсетін болды. Сосын одан кейінгі жылдары бір қарапайымдылық мода болды. Одан кейінгі жылдары мынау келіндер блогер болды. Жаңа үй жинап жүргені, озвучкамен, тамақ жасап жатқаны, бала қарап жатқаны. Сосын кейбір жылдары мына бір сондай күлкілі видеолар, жаңағыдай юмор, сондай бір мода болды. Енді биыл былтырлары бізде трендта болған рилс. Мынандай экспертный рилс дейді, оны микрофонды алады да, жаңа эксперттер отырады да, біреуге интервью беріп жатқан секілді өздерінің өмірлері туралы жаңағыдай соның барлығын айтып жатады. Міне сондай былтыр бір трендта болған. Енді биыл карусель бізде тренд. Карусель дегеніміз жаңағы мынандай бірінен бірі 10 ба, сондай мынандай не болады, жаңағы фото болады. Сол фотоға сіз айтқыңыз келген ойды жазасыз. Мысалға, бірінші фотоға Элевтің суретін саласыз, одан кейін екіншісіне уже жазасыз. Элев 700 түрлі аурудың алдын алады, жаңағы тәулігіне 90 түрлі макро-микро элемент береді. Элевтан мынандай онкологиядан жазылған, мынандай жаңағы рактан жазылған деген сияқты, сөйтіп соны карусель етіп саласыз. Сөйтесіздер де астына оның жаңағыдай өзіңіздің WhatsApp-ыңызды, контактный номерларыңызды барлығын салып қоясыздар. Одан кейін барып жаңағы мынау эксперттер, мысалға курс сататын эксперттер бұрынғы өмірін, кейінгі өмірін көп көрсетеді. Міне адамдар қызығып келеді.
Мысалы бізде де сол тапқан табыстарыңызды көрсетсеңіздер болады. Жаңағы бонус жауып жатырсыздар, ранг жассыздар, иә. Мысалға жоғары бриллиант статусындағы адамдар бар. Міне сол кісілер жаңағы сторисқа, постқа, видеоға міне сол табыстарыңызды, түсіп жатқан ақшаларыңызды көбірек көрсететін болсаңыздар, міне бізге де жаңағыдай бизнес партнерлар келеді. Өйткені қазір енді кім табыс тапқысы келмейді, барлығы да табыс тапқысы келеді. Міне сол табыстарыңызды көбірек көрсетіңіздер. Мысалға мен сторисқа ең бірінші рет мен жаңағы жолдасымнан $65 түскен кезде, жолдасын тіркеген кезде соны салған болатын. Одан кейін бір күнде 5-6 адам тіркеген күндерім болды. Соның барлығынан 35, 45, 55, $5 бүйтіп түсіп жатады ғой. Міне соның барлығын скриндап алып, соны бір күнде мынанша табыс таптым деп соны сторисқа салатын болсаңыз, сізге жаңағыдай кісілер келеді. Сондықтан да біз табысты да көрсетуіміз керек. Тек қана ауруды, емделуді, клеточный питаниені ғана айта бермей, тауып жатқан табысымызды, қаншалықты өзгергенімізді, міне соның барлығын сториста көрсетуіміз. Стористың күшті ерекшелігі бар. Мен енді лента профиль туралы айттым, инстаграмның қалай видео салу керек, жаңағы биылғы трендті барлығын айттым, вроде визуалды да айттым, жаңағы постқа ограничениені де айттым. Сосын посттың астына міндеттер қойыңыздар, Елев-8 Алматы, Елев-8 Анар деген сияқты, мысалға. Сонда ана адамдар поисковиктен іздеген кезде бірінші сіздің публикацияңыз шығады. Сол хэштегті міндетті түрде қойыңыздар. Ютубқа да қойыңыздар, Фейсбукқа да қойыңыздар, ТикТокқа да қоюға болады хэштегтерді, Инстаграмға да қойыңыздар. Енді бұл жерде жаңағы сторис туралы айтайын. Негізі мен лентаға видео салып үлгермей жатсам да, публикация салып үлгермей жатсам да, мен күн ара сторис салуға тырысам. Бұрындары бізде жаңағыдай стористі майда-майда көп сала беретін адам, мысалға блогерлар, соны қарайтын адамдар. Қазір енді биыл тек қана 4-5 сториспен ғана жаңағыдай шектелу керек екен. Өйткені қазір ондай просмотр жоқ сторис. Енді стористі сіздер мысалға стористі да бір-біріне мынандай жаңағыдай мағынасы жағынан ұқсастау қойыңыздар. Мысалы, таңертең тұрып жаңа грин-гринсті ішіп жатқаныңызды салып қойып, одан кейін барып біреудің отзывын салып қойып, одан кейін тағы да бір жаққа кетіп баратқаныңызды салып қоятын болсаңыз, сіздің сторисіңіздің ешқандай мағынасы жоқ, мәні жоқ. Стористі, стористиллинг деген бар. Сол стористиллинг қылып салатын болсаңыз, өте жақсы қарайды. Мысалы, таңертең тұрдыңызда бір интрига жасадыңыз. Мен бүгін тамақ ішпей, бірақтан да мен бірақ капсуланы жеймін. Ол қандай капсула деген сияқты, 30 килограммы бар, кішкентай бір капсула бар деген сияқты, болмаса жаңағыдай интрига жасаңыздар, мен бүгін жаяу жүрудің орнына басқа бірдеңемен айналысайын деп жатырмын деген сияқты. Сосын ол адамдарға қызық болады да, сіздің сторисіңізді әрі қарай қарайды олар. Сол кезде сіздер сторисіңізді алдын ала дайындап қоясыз, 5-6 сторис. Өйткені сіз біреуін жазып салып болғанша ол кетеді, сосын екіншісін тағы жазып салам дегенше біраз уақыт өтіп кетеді. Содан кейін ана адамдар сіздің екіншіңізді қарамай қояды. Сондықтан да сторисіңізді мен кейін бірін салатын болса, бүгінгі тақырыбыңыз, оны ала дайындап қойып, бір салыңыздар болады. Сосын стористің жаңағы көп фишкаларын көп адамдар біле бермейді екен, әйтеуір картинка бірдеме қылып қояды, сонымен болды. Мысалға, сторис салған кезде де, сториста да бірнеше функциялары бар. Мынау үлкен эксперттер сториста да өте жақсы продажа жасайды. Олар қалай қолданады стористі, қазір мен сіздерге көрсете кетейін, мына жерде жаңа скриндап алған болады. Міне қараңыздар, сторис салған кезде, мен мысалға мына жерде Елевті салдым. Енді ол жерге міндетті түрде жаңағыдай текст жазсаңыздар болады. Елев-8, мысалға, мини-складта бар, заказ берсеңіздер болады деген сияқты. Сосын осы жерде бір сторисқа бірнеше фото салуға болады. Мына жерде фото деген тұр, қарап тұрсаңыздар. Осыны бассаңыздар, Елевтің қасына, мысалға,
алдында толық болған, одан кейін елефті ішіп арық болған адамды қойсаңыз болады қасына. Одан кейін басында өте аурушаң болған, одан кейін елефтен жақсы жазылып кеткен адамды қойсаңыз болады. Одан кейін өзіңізді қойсаңыз болады. Одан кейін елеф туралы ақпарат бар ғой, 700 аурудың алдын алады. Қандай аурулар, міне соны да қойсаңыз болады. Бір сторисқа 4-5 картинканы сыйдыруға болады. Одан кейін барып, біз мынау сториста охватты көтеру үшін, адамдардың жаңағы көп қарайтын болу үшін, тағы да мына жерде біз мынау смайликті көріп тұрсыздар ма? Біз олармен жаңа нетуіміз керек, обмен жасауымыз керек та. Мысалға, мына жерге екінші сторис салған кезде мына жерге опрос қойып қойсаңыздар болады. Сіз елеф 8 ішіп көрдіңіз ба? Сіз елеф 8 туралы білесіз ба? Сіз жасушаның қорегі туралы білесіз ба деген сияқты, я, жоқ, білемін деген сияқты астына өздеріңіздің варианттарыңызды жазып қоясыздар. Опросты бассаңыздар, өзі шығарып береді сіздерге. Сонда адамдар сіздің жаңағы парақшаңызда не істейді? Контакт жасайды, ананы басады, жауап береді, оларға да қызық қой. Міне сөйтіп сіздер өзіңіздің Инстаграм парақшаңыздың охватын көтересіз. Охват көтерілген кезде сіздің мынау Инстаграм парақшаңыз рекомендацияға шыға бастайды. Мынау фото видеоларыңыздың барлығы рекомендацияға шыға бастайды. Сол үшін біз жаңағы охват дегеніміз осы. Көп адам сізде жаңағыдай осы контакт жасау керек сізбен. Сосын мына жерде ссылка деген, мына ссылканы көріп тұрсыздар ғой, осы ссылкаға сіздер мынау WhatsApp-тарыңыздың номерін қойсаңыздар болады. Ол жаңағыдай біз бұрындары бүйтіп айтатынбыз ғой, жаңағы TikTok-тан, егер маған хабарласқыңыз келсе, 8747 127 деген сияқты номерімізді айтып отырамыз, Ал қазір адамдар негізі мынау цифровой заман деген өзгеріп келе жатыр ғой. Заман түлкі болса тазы оқу деген сияқты. Қазір мынау ссылкалар өте жақсы жұмыс жасайды. Сосын адамдар ерінеді ол сіздің айтып отырған номеріңізді жазып алу. Сондықтан да мына ссылканы қойып қоямыз. Барлығы ссылкамен өтеді. Телеграмға болсын, ютубқа болсын. Мынау ютубыңызды продвигать еткіңіз келсе, ютубтағы соңғы салған видеоңыздың фотосын қоясыз да, мына жерге жаңағы превью деп айттым ғой мен өткенде. Сол превьюңызды қоясыз да, астына сол видеоның ссылкасын қойып қоясыз. Өзі YouTube деп шығарып тұрады, болмаса осы жерге тақырып жазсаңыз болады. Жаңағы мысалға, кеше Рашида апайдың несі болды ғой, сабағы, сол видеоға мысалға соның ссылкасын осы жерге қойып осындай керемет жаңағы осы бизнесте жүрген адамның опытымен, жаңа опытын тыңдасаңыздар болады деген сияқты. Міне мына жерде барлық не осының барлығын қолданыңыздар. Функциялары тұр стористің. Мысалға мына жерде канал деген тұр. Канал деген не? Канал дегеніміз, мысалы Инстаграм, тағы бір жақсы жері Инстаграм. Канал рассылки деген бар. Сол каналды сіздер де ашып алсаңыздар болады. Канал рассылки ашып алсаңыздар, бүткіл мынау қанша подписчигіңіз бар, соған мына жерде мессенджерде сол жаңа канал рассылки ашылады. Сіз бергіңіз келген ақпаратты сол канал рассылкиға сала саласыз, болды, сол барлығына барады, барлығы оқиды оны. Мынау жаңағы саудагерлердің барлығы осы Инстаграмның барлық осы функцияларын қолданады. Сол канал рассылкиға мысалға Эльмира Абилхан деген бізде не бар? Қытаймен сауда жасайтын келіншек. Осыдан 3 жыл бұрын әшейін үйде отырған домохозяйка болған, соны мысалға айта кетейін. Одан кейін сол келіншек мынау бізде Trendy Oil деген сайттар ашыла бастады ғой, сауда жасайтын. Міне соны үйретем деп өте жақсы көтеріліп, одан кейін міне Қытаймен жақсы сауда істейтін болған, Міне сол келіншек тек қана осы Инстаграм арқылы ғана миллиардтаған обороттар жасайды. Содан кейін барып осының барлығын қолданады. Канал рассылкиға да біз мысалға жаңағыдай клеточный питание туралы ақпарат салсақ болады, бизнес туралы, одан кейін қазір біз челлендж өтіп жатырмыз ғой, Сол басталған кезде бізде челлендж басталды. Мынандай сыйлықтар бар бізде, iPhone бар, Samsung бар деп сол канал рассылкиға лақтыра салсақ болды, сол жердегі подписчиктардың бәрі көреді. Бірақ ауыз жаңа сөзбен сөзге лақтыра салсақ осы несі бар, канал рассылки бар. Соны сіздер видеоның да астына, посттың да астына қойып қойсаңыздар болады. Міне осы стористі да осылай пайдаланыңыз. Жаңағы сторителлинг сияқты бір-бірімен байланысты болсын нелеріңіз. Оманмен қарым-қатынас жасайтын
желінің егер сізге біреу комментарий жазатын болса, оған міндетті түрде лайк басыңыз, уақытыңыз болып жатса, жауап беруге тырысыңыз. Егер біреу сізді сторисында упоминание жасаса, сіз де оны упоминание жасап, рахмет айтыңыз. Кез келген әлеуметтік желіде жаңағыдай осыны комментарийға жауап беріп, лайкқа лайкпен жауап беріп, сол кісілермен қарым-қатынас жасай білсеңіз, ол кісінің сізге деген сенімділігі арта түседі. Сондықтан да міне осылай жүргізесіздер. YouTube каналдарыңызды продвигать ету үшін міне Инстаграмдағы осы ссылка деген нәрсе керемет сіздерге көмектеседі. Міне Facebook пен Instagram туралы қысқаша сіздерге ақпарат бердім. Енді Телеграмды өздеріңіз білесіздер. Телеграмда мынау тек қана жаңағыдай үлкен марафондар өткізген кезде, сосын бір курс өткізетін болсаңыз, мен мысалға Телеграмды курс өткізген кезде пайдаландым. Одан кейін өзімнің жабық каналым бар дедім, ақылы, сол үшін пайдаландым. Одан кейін Бепикқа келген кезде мен Телеграмды жаңағы магазин үйреттім. Мендегі кісілерге магазинді үйретем. Қалай кіру керек, қалай ана история заказов қарау керек, қалай заказ жасайсыз, қалай адам тіркейсіз деген сияқты. Қазақ тілінде осындай запись экрана жасап, міне сол өз магазинімізді үйренеміз деп сондай канал ашып қойған. Өйткені Телеграм біздің телефонның памятін алмайды. Телеграмға кез келген видеоны барлығын сала бересіздер, ол бізге галереяға түспейді, сосын телефонның да памятін алмайды. Телеграм міне сол үшін жақсы. Ал енді сіздерде WhatsApp жаңағы, біз мынау барлық әлеуметтік желіні қолданамыз дедік. Обычный WhatsApp бар, сосын бизнес WhatsApp. Енді оны көпшілігіңіз білетін шығарсыздар, бірақ сол бизнес WhatsAppты қолданған өте ыңғайлы бізге осы қазіргі бизнесімізге. Неге? Өйткені ол WhatsApp'тың ссылкасын аламыз. Жаңа бизнес WhatsApp біз каталогтар қоя аламыз. Мысалы, мен сол өзімнің бизнес WhatsApp'ыма дайын Елефтің құрамын барлығын салып қойдым. Өзімнің кітабымды барлығын, кірген адам кіреді да сол каталогты қарайды. Немене сатады, немен айналысады, даже сол фосын бүйтіп жібере салады. Маған Елеф келеді. Сразу түсіне ғой. Сөйтем да, Елефтің бағасы мынанша, почта жолы мынанша болады деп, сразу жауап берем. Одан кейін бизнес WhatsApp'та күшті бір не бар, тағы да бір функция бар. Егер сіз жаңағы келген клиентқа, болмаса партнерға, кеше Рашида апай айтты ғой, не откладывайте деп. Сол партнер келіп сізге жазатын болса, сіз ұйықтап жатсаңыз, болмаса бірдеңемен айналысып қолыңыз тимей қалса, приветственное сообщение деген. Міне сол жерге сіз жазып қойыңыз. Алдында Қайхан маған хабарласқан екен өзіміздің командадағы, соны күледі маған, мынандай күшті приветственное сообщение жазып қойдым. Сообщение автоматически шығады. Сәлематсыз ба, сіз Жазира Тулешеваға хабарласыңыз. Қандай мәселемен хабарласыпсыз, жаза кетіңіз, мен сізге міндетті түрде жауап беремін дейді. Өзі сразу атып шыға келеді. Сосын ана кісі ары қарай уже жазады маған. Мен тіркелейін деп едім, болмаса мен бикардио алайын деп едім деген сияқты. Сонымен ашамда, оқимда сразу жауап берем ол кісіге. Уақыттарыңыз кетпейді. Сондықтан да осы бизнес WhatsApp'ты қолданыңыз. Ал мен енді бүгін сіздерге осы қысқа нұсқа әлеуметтік желі жайлы ақпарат бердім. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, қазір қойсаңыздар болады. Звукты қоса берейін, Ерлан аға? Өздері қоса береді. Өздері қоса береді. Өздері қоса бере ма? Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіз. Тоқтата беріңіз. Қалай? Остановить деген бар.